тиімділік арттырудағы ең алғашқы қадамды жасауларыңызбен сізді құттықтаймын. Ондай болса, бірінші сабаққа көшейік. Ең алғашқы тақырып бұл біздің өміріміздегі уақытты өлтіретін, қажет емес заттардан мейлінше айырылу. Оны біз басқаша айтқанда хронофаг деп те атады. Хронофаг дегеніміз бұл грек тілінен аударатын болса, хронос уақыт және де фаг, яғни өлтіретін, пожиратель дейді, былайша айтқанда орыс тілінен. Сонда уақытты өлтіруден біз құтылуымыз керек. Хронофагқа мысал ретінде не келтіруге болады? Егер сіз белгілі бір іспен айналысып болғаннан кейін нәтижесінде энергия алмасаңыз, ол сізге пайдалы болмаса, одан сіз демалмасаңыз, босансаңыз, жалпы ешқандай бір нәтиже көрмейтін болсаңыз, онда бұл хронофаг. Өкінішке орай бізде қазір хронофагпен демалуды қатты шатастыратын адамдар өте көп. Мысалға, көбісі ойлайды, бір қиын жұмыс күнінен кейін үйге келіп жаңағы әлеуметтік желіде отыру немесе теледидар қарау және де басқа да ешқандай энергия бермейтін, керісінше ол энергияны тек қана алатын жұмыстарды біз оны демалу деп есептейміз. Яғни мен әлеуметтік желіде отырамын да, одан демалдым. Мен көп жұмыс жасадым ғой, сондықтан мен мінекей отырып әлеуметтік желіде уақытымды кетіре аламын деп ойлаймыз. Өкінішке орай ол хронофаг. Яғни әлеуметтік желіде отырған ол біріншіден, мүмкін сізге ол пайдалы. Егер сіз тек қана пайдалы аккаунттарға жазылып, тек қана өзіңізге қажетті адамдарға жазылып, солардың посттарын оқитын болсаңыз, пайдалы. Онда ол хронофаг болмауы мүмкін. Дегенмен де шын мәнісінде сіз кімге жазылдыңыз, бір рет тексеріп көріңізші. Мүлдем кейде танымайтын адамдар жүреді, немесе сізге ол адамның өмірінде қандай өзгеріс болғаны қызықтырмайтын адамдар да сіздің парақшаңызда жазылған шығар. Сондықтан олардың барлығынан тазарып, біз уақытымызды тиімдірек пайдалануымыз керек. Одан басқа ең үлкен хронофагтардың бірі бұл жоқ деп айта алмау. Сізде де ондай кездесетін шығар. Біздің қазақ мәдениетінде жоқ деп айту, ол көбінесе ұят болады, дұрыс түсінбей қалады, немесе тағы да басқа сылтаулардың бәрін біз тауып аламыз да, адамға жоқ деп айтуға қорқамыз. Оның сыртында біз оның сұраған затын барып істегенге, жасағанға уақытымызды құртып жатамыз. Ал негізінен қарап отырсаңыз, сіздегі бар 24 сағат, ол адамда да 24 сағат бар. Яғни өзіңіздің уақытыңызды тиімдірек пайдалануға тырысыңыз. Түсінемін, басында жоқ деп айту өте қиын. Дегенмен ең оңай техника бар, ол дәл қазір сіз орныңыздан тұрыңыз. Дәл қазір орныңыздан тұрыңыз. Кейін, видео біткеннен кейін, сосын жасап аламын ғой деген сылтау қабылданбайды. Дәл қазір орныңыздан тұрыңыз. Сіз әлі тұрмадыңыз, мен көріп тұрмын ғой. Сондықтан тұрыңыз, өте керемет. Енді жоқ деп айтыңыз. Дауыста, бүкіл даусыңыз ырғаңыңызбен алыңызда да жоқ деңіз. Мінекей болды, сіз техниканы дұрыс жасадыңыз. Келесі жолы егер сізге басқа адам өзінің бір сұранысымен келетін болса, сіз осылай жоқ деп айтыңыз. Егер тура жоқ деп айта алмасаңыз, онда сіз айтыңыз. Келесі жолы қазір қолым тимей жатқан еді, қазір оқуым бар, немесе жұмыстан босай алмай жатырмын деген секілді мысалмен ол затқа уақытыңызды құртпауға тырысыңыз. Сондықтан бізде көбінесе уақыт тағы да немен кетіп жатады. Мысалы, енді керек емес қоңыраулар шалып жатады. Сосын телефон алғаннан кейін бір 5 минутта ғана айтып болатын заты, сонау бір 15 жарты сағат, кейде 1 сағатқа дейін әңгімелесумен ғана кетіп қалады. Дегенмен ол адамға ол ермек болса да, ол сіздің 1 сағат өміріңізді ұрлап алды деген сөз. Сондықтан ондай хронофагқа да жоқ деп айтуға үйреніңіз. Хронофагтардың тағы да бір түрі бұл енді адамның өзіне байланысты, психотипіне, қабілетіне байланысты. Кейбір адамдар шешімді тез қабылдай алмаған үшін уақытын өлтіріп жатады. Кейбір адамдарда сенімсіздік болады, кейбір адамдар көп ойланып толғанып жүреді. Бұның барлығы уақытты өлтіру болып есептелінеді. Немесе сіз өткенді көп ойлай берсеңіз, немесе болашаққа көп үрейлене берсеңіз, бұл да уақытты ұрлау. Яғни сіз дәл қазіргі сәтіңізді өткен шақты ойлаумен, немесе болашақты үреймен сіз осы сәттегі уақытты жойып, немесе өлтіріп жатырмыз деп есептесеңіз, онда сіз бұл сәтке кішкене басқаша қарайтын боласыз. Сондықтан ең бірінші сабақта осы апта бойы сіздің жұмыс істейтініңіз осы хронофагтарды белгілеп, мейлінше одан айырыла бастаңыз. Бірінші сабақта біз хронофаг
фактордан басқа енді өзіміздің уақытымыз неге кетеді, соны белгілеп отыруымыз керек. Оның ең бір тиімді жолдардың бірі қосымшаларды орнату. Егер сізде iPhone телефоны болса, яғни iOS-та арнайы қосымшасы бар, яғни біз телефонда отырған уақыттың барлығы қайсы неге кеткенін барлығын есептеп отырады. Бұны әрдайым қосып отырудың қажеті жоқ. Бір апта, осы аптада өзіңізді анықтау үшін, анализ жасау үшін қосып қойып, қанша уақытыңыз әлеуметтік желіге, қанша уақытыңыз YouTube-қа, қанша уақытыңыз басқа сайттарға кетеді, соның барлығын міндетті түрде анықтап алыңыз. Сізде енді iPhone болмаса, басқа да қосымшалар бар, оның барлығын мен сіздерге осы платформаның астында текст түрінде беретін боламын. Алғашқы сабақты толықтыратын, сонымен қатар видео жүзінде ғана емес, ақпарат түрінде міндетті түрде осы видеоның астында ақпарат болады. Оның әрқайсы міндетті түрде әрқайсымен нақтылап танысып шығыңыз, түсінемін. Осы зат па, курс деп ойлауыңыз да мүмкін, дегенмен де бұл барлығы қарапайым дүние болғанымен, оны ешкім жасамайды. Бірақ сіз дәл осы курсқа келіп, жазылып, өзіңіз қаражат төлесеңіз, сонда бұл сізге керек деген сөз. Және сіз нәтиже көрсету үшін бұл тапсырмалардың барлығын орындау міндеттісіз. Сондықтан мен сіздерді екінші сабақта күтетін боламын.